Өзінен 15 сат шақырам. Точка, 10 минут. Өзінен 15 жас әйелге үйленген әрине Мұхаммед пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын. Алланың елшісі. Өзінің 25 жасында Хадишаға үйленеді, 40 жастағы, 2 рет ажырасқан, 3 баласы бар. Алғашқы әйелі болады өзінің. Тұңғыш әйелі. Хадишамен 25 жыл бірге тұрады. Хадиша 65 жасында қайтыс болады. Оған дейін ешқандай әйел алмайды. Яғни қалған 10 әйелін осы Хадиша қайтқаннан кейін барып 50 жасында қайтады. Пайғамбардың Хадиша 65 жаста болады. 3 жыл өткеннен кейін барып үйленеді екінші әйеліне. Жалпы келетін болсақ, 11 әйелі, 11 әйелдің ішінде құлдықта болғандар болады. Өзі құлдықтан сатып алады екеуін. Сонымен бірге еврей ұлтынан да болады. Сонымен бірге біреу ғана қыздай алады. Қалған 10 әйелдің барлығы өзінен үлкен 40 жастағы әйелдер болады көбісі. Оның ажырасқан, күйеуі қайтқан 3 рет, 4 рет деген 5-6 баласы бар көбінде. Біреу ғана қыздай алады жаңағы Айшаның өзі өзінің досының қызы болады. 9 жасында құда түсіп, 10 жасында үйленеді. Жалпы келетін болса осы әйелдердің ішінде өзінің көз тірісінде екеуі қайтыс болады. 9 жесір қалады пайғамбар қайтқан кезінде. Сонымен жалпы келетін болса Хадиша қалай үйленді десе, Хадиша негізінде бай дәулетті әйел болады, саудамен айналысатын. Сол саудалардың бірінде караванда жүрген кезінде пайғамбарымызды көріп, ұнатып, оған сөз салады өзі. Өзінің сіңілісі арқылы. Сіңілісі барып, пайғамбарға сөйлесіп, келіседі, сонымен екеуі үйленеді. Бұлайша, сонымен балалары болады, бірақ өкінішке орай балалардың барлығы қайтыс болады шетіне-шетінеп. Әзірге осы жалғасы болады негізінде. Давайте хабарласыңыздар, жазыңыздар, келіңіздер каналға. Рахмет.